Абай Құнанбаев 1845 жыл 1904 жылдар аралығында өмір сүрген. Қазақтың данышпан ақыны Абай 1845 жылы тамыз айында Семей облысы Шыңғыс тауының жайлауында дүниеге келді. Әкесі Құнанбай сөзге шешен, білімді, көреген, әділ адам болды. Баласының болашағынан зор үміт күткен әке Абайды ел басқару ісіне ертеден-ақ араластырып, ел ішіндегі дау жанжалдарды шешкізіп отырған. Бірақ Абай әке күткендей әкім болмады, ақын болды. Медреседе оқыған 4 жылда Абай оқып соларға еліктеп жыр жазады. 13 жасында Абайды әкесі Құнанбай оқудан шығарып, өз қасына алады да ел билеу ісіне баулай бастайды. Ел басқару қызметінде өз орнымды басар ұлым осы ғой деген дәмемен Абайға әр түрлі жол көрсетіп тәрбиелейді. Ел ісіне араласу білімді, саналы, ойлы жас Абайдың ел танып, жер танып есеюіне, халықтың әдеп, ғұрып, тұрмыс салтын терең танып білуіне жол ашады. Әкесіне ере жүріп, ол сол кездегі шешен билердің ортасына түседі. Солардан сөз үйреніп, билікке керек қазақтың ескі сөз, жөн жобасын мақалдап, тақпақтай айту үлгілерін зерттейді. Бұл жол Абайды халықпен жақындастырады. Ол ескі көп әңгімелерді халық ішінен үйренеді. Сол әңгіме жырлардағы елдің зарын, мұңын, әкімдер қиянатынан көрген зәбірді, ел ақындарының атқа мінерлері жайындағы сынын көп естиді. Сөйтіп бір жағынан шығыс, орыс мәдениетімен хабары бар, Абай ел тарихымен таныса келе, ақыл ойы толысып, көзге түсе бастайды. Абайдың шығыстық үлгіде жазылған 3 поэмасы бар. Масғұт, Ескендір, Әзім әңгімесі. Соңғысы аяқталмаған. Бұл 3 поэманың бәрі де ақынның қазақ өмірінен, соның ішінде бұрынғы шығармаларындай, өз ортасы, өз дәуірінің болмысынан алған шығармалары емес, үшеуі де шығыстық дастан аңыздардан немесе ертегілік тақырыптардан алынған сюжеттерге құралады. Еңбектері: Абай шығармаларын Мұхтар Әуезов, Абайдың жас шағындағы өлеңдері, Абайдың лирикасы, Абайдың поэмалары, Абайдың аудармалары, Абайдың қара сөздері деп жіктейді. Дегенмен біз өлеңдері, поэмалары, қара сөздері деп қана бөлдік. Өлеңдері Абайдың алғашқы өлеңдерінде шығыстық сарын анық байқалады. Иузи, Раушан, Физули, Шәмши 1858 жылы жазылған деген дерек болса, ал Әліфи 1864 жылы жазылған. Егер алдыңғы өлеңдерінде шығыс ақындарына табыну өзгеше құштарлық көрінеді. Абайдың аса бағалы көркем өлеңінің бірі Қансонарда өлеңі. Бұған дейін осынша әсем пейзажбен бағалы бояумен жазған ақын болған емес. Қар аппақ, бүркіт қара, түлкі қызыл деп келіп, табиғатты сендіре бар бояумен көрсету Абай жетістігі. Қақтаған ақ күмістей атсыны секілді жырлар көркемдікке, әдемілікке арнаған нағыз суреткер, көз қырағы алыстан таныр байқағыш шебердің жыры екені даусыз. 1885 жылы туған, жасымда ғылым бар деп ескермедім. Интернатта оқып жүр. Ғылым таппай баптан ба секілді, бір жік кетсе, жігіттер ойын арзан, көңілім қатты достанда да, дұшпаннан да. Базарға қарап тұрсам, әркім барар дегендері терең мұңға берілген. Шағын көрсеткендей,
1886 жылы жазылған «Қалың елім, қазағым, қайран жұртым» өлеңінде ел сырын айтар Абайдың өзі шын азамат тұлғасында көрінеді. 1888-1890 жылдарда Абай табиғаттың төрт мезгілі тақырыбына қайта айналып соғып қыс, жаз, жазғытұрым, күз өлеңдерін жазады. Бұған дейін қазақ поэзиясында табиғат мезгілдеріне арналған осыншама әсем, суретті өлең жоқтың қасы еді. Абай төрт мезгілдің әрқайсысына тоқтап, қазақ үшін қайсысы қолайлы, қайсысы қиын дегенді саралайды. Жазғы тұрым, жадыраған ел жайында, кәрі құда қыс келгенде, жабырқаңқы тартар көңілсіз күз кезінде баса аша суреттейді. Осы кезеңдерде мұңға толы, терең толғаулы сегіз аяқ дүниеге келеді. Бойы бұлғаң, не іздейсің, ал сенейін секілді жырлары да сондай жабыққан, жалыққан жаннан хабар береді. Енді Абай қаламынан қызарып, сұрланып, көзімнің қарасы секілді ғашықтық өлеңдерде туады. 1895 жылдан бастап Абдрахман өлімінен кейін Оспан қазасынан соң Абай өзгеше бағыт алады. Абай өмірдің мәңгі емес екені, ол діннің мәңгіліктігіне, өміршеңдігіне ден қояды. Лай суға май бітпес, өлсе өлер атты жырлар да осыны көрсетеді. 1897-1898 жылдары Абай қазақтың әніне назар салып, музыка өнеріне мән береді. Көңіл құсы құйқыл жыр, құлақтан кіріп бойдалар секілді туындылар соны білдіреді.